Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті бауырлар, микрофон табудың қажеті жоқ қой деп ойлаймын. Естіліп, бәрі әдемі. Құрметті жақсылар, Алла Тағала істеріңізде, өмірлеріңізде береке берсін. Енді біз сабағымызды кішкентай уақытша тоқтатып тұрамыз. 3-4 аптаға қажылыққа кетіп бара жатқан едім. Иншалла сіздерге арнайы дұға қыламын, Құда қаласа. Алла істеріңізде, өмірлеріңізде береке берсін. Дегенменен айтқым келген бірнеше нүктелер бар. Сол нүктелерге тоқталып кеткім келеді. Құрметті жақсылар, осы қазіргі кездегі мен қозғағым келген нүктелер. Бұл нүктенің шығу түбі маған қойылған сұрақтардан шықты. Жұрттар былай деп сұрақ қояды. Ол бірнеше сұрақтар болды. Сол сұрақтардың біреуі, бір адам қызметке отырады. Бір жігіт қызметке отырып жатыр. Оның қызметі жұрттың алдында болғаннан кейін ол өзгеру керек болатын қызмет болды да. Соған енді әлгі жігіт сол қызметке отырып жатқасын сұрақ қойды. Мен өзім жұмыста бөлек, үйде бөлек болсам бола ма дейді да. Яғни анау бір жалпақ тілде айтқанда бетіме маска киюіме бола ма дейді ғой енді. Жұмыста бөлек адаммын, үйде бөлек адаммын деген сияқты. Бұл шариғатымызда не дәл осындай мен 200-ді болып қалмаймын ба, бәр жақта бірдей бол деп үйрететін еді. Бірақ менің жұмысым талап ететін дүние бөлек, үйдегі жағдай бөлек. Сондықтан мен енді қалай болады дегендей сұрақ қойды. Немесе мен жұмысым, мысалы дейік, енді ол адам жұмысына кірмей басқа жаққа кетейік, бір адам әскери адам болса, енді үйінде де әскери болып жұрттың бәрі шағаттату міндет емес қой. Жаңағыдай жұрттың бәрін стройға тұрғызып, жаңағы бұл бөлек өмір емес па, Сондықтан осы сұрақ мені онан кеңірек ойлануға, адамның өмірдегі міндеттері немесе бетіне киген маскалар туралы бірнеше нүктелерді айтқым келеді. Құрметті жақсылар, расында да барлық адам өзінің ішкі кім екенін танығанға дейін бетіне маска киеді. Негізі сондай да, өзі. Өмір бақи адам бетіне маска киеді. Тіпті сондай бір әдіс бар екен. Ол енді өзге дінде әдіс, бірақ бұны психологияда да қолданылады. Мен ол әдістің бәрінен мынандай деп ашып кетпеймін, бірақ жалпы айтамын. Мысалы, бір адам өзіне ең қарапайым айнаға қарап алып, сен кімсің деп сұрақ қойсаңыз ше, мысалы өзіңізге суретіңізді алып алыңыз ше, қолыңызға. Өзіңіздің суретіңізді алып, қойып алып, мынау кім деп сұрақ қойыңызшы. Мынау кім деп сұрақ қойғаннан кейін сіз не дейсіз оған? Сол сұрақты бірнеше рет қойыңыз да. Сіз сұрақ қойып бастағаннан кейін сіз жауап бере бастайсыз. Бірінші орында пафос кетеді. Яғни сіз кім болғыңыз келетіні, немесе андай бір сыртқы тон кетеді да. Бұл деген шіркін-ай, жаңағыдай трехкратный чемпион, анау деген сөздер кетеді. Ол кім деп тағы сұрақ қойыңыз. Сосын тағы жауап түсе бастайды. Бұл анандай, бұл мынандай, бұл кім енді тағы? Одан да түсе бастайды. Бұның аты пәленше, фамилиясы түгенше, бұл кім? Тағы да сұрақ қоя беріңізші. Бұның бәрі бетіне киген маска ғой негізі. Мысалы енді ол бір жұмысқа барғаннан кейін ол жұмыс бетіне маска кигізеді. Тағы бір нәрсе, ол маска кигізеді. Әр қызмет, әр басқа нәрселер бетіне маска кигізеді. Осыны адам ажыратып алу керек. Қандай дәрежеде бұл нәрсе дұрыс, қандай дәрежеде бұл нәрсе дұрыс емес. Егер сіз ол бетіңізге сол киген маскаңыз деп атайықшы, сол дүниеде, осы бетіңізге киіп атқан қазіргі маскаңыз, сіздің жұмысыңыз, сіздің сондай болуыңыз керек болған талап болатын болса, және ол талап сізге алға қойған мақсатыңызға, мысалы да, бір уақытша мақсат емес, яғни болашаққа деген керекті дүние болатын болса, ол сізді ақтайды. Және де керісінше, егер ол біреуді алдау мақсатында, өзіңізді де өзгені де алдау, жаңылту мақсатында болса, ол ақтамайды. Қалай айтсам екен? Біреулер айтады ғой, мысалы, өмірдің дәмін сезгің келсе, екі нәрсе істеме дейді. Соның біреу өзіңе өтірік айтпа дейді. Адам өз-өзін алдайды да кейде ше.
мен әлі осындаймын, мен әлі мұндаймын. Сен ондай емессің, сен ол емессің. Өзгеріп кеттің сен. Бірақ өз-өзін алдайтындар бар. Мен осы бірнеше нүктелерді айтқым келеді. Мысал айтайық. Сіз үйленбеген едіңіз, үйлендіңіз. Енді сізде бала-шаға пайда болды. Сіздің міндетіңіз не? Әке болу. Дұрыс па? Енді сіз бетіңізге әкелік деген маска киесіз. Әке болу керексіз. Әкеге сай болу керексіз. Сіздің баяғы бойдақтығыңыз жараспайды енді. Балдарыңызбенен другандарыңызбен араласқандай араласамайсыз. Братан, братиш, ондай сөздер қалады. Ол бала ғой ол. Ол сізден оны қаламайды да, сіз оның братан емессіз, сіз оның братшықсы емессіз. Мысалда, екеуіңіздің араңыздағы нәрсе бөлек дүние. Ана, мысалы, қыз бала жүрді да күйеуге тиді. Ол келін болды. Ол міндет енді ол анау бойдақшылығын тастап, қыз болып жүрген кезіндегі еркелігі бәрі қала бастайды. Халық баяғыда айтып кеткен. Қыздың еркесі биттің серкесі деген. Биттің серкесі деген. Серке деген соң биттің кішкентай баласы болады. Соны сырт еткізіп қыссаңыз, өлетті қалады, дұрыс па? Оның жаны қанша? Сірден берік емес пе, дым емес, Дәл қыздың еркелігі сондай-ақ деген сөз да. Яғни қыз кезінде еркелейді ол. Үйіңізде қыз бар ма, оны еркелетіңіз. Оны жоғары көтеріңіз. Өйткені ертең ол күйеуге тиген екен, оның бәрі қалады. Жоқ болып кетеді. Өйткені ол ертең, мысалы, мен айтпаймын оның біреу еркелігін жұлып алады деп. Жоқ, оның міндеті еркеліктің бәрін баса бастайды. Себебі ол ана. Ол біреудің жан-жары. Ол біреудің келіні. Ол міндеттердің барлығы үстіне үйілген кезінде ол баяғыда еркелік болмайды. Оның еркелігі әйелдің еркелігіне айналады. Еркелесе де ол өзінің күйеуіне еркелейді. Оның да өзінің қыз кезіндегі әкесіне еркелеген еркелік емес, ол екеуінің айырмашылығы бар ғой. Сондықтан біз айтпаймыз ғой. Енді ол бетіне келіннің маскасын киіп алды, ол өтірікші деп. Немесе ол ананың маскасын киіп алды, ол өтірікші деп. Жоқ. Кейбір нәрселер болады да осы өмірде. Сіз оны қаламауыңыз мүмкін. Бірақ өмірдің жағдайы солай алып келеді, сіз сол масканы киесіз. Мысалы, Құдай тағала сізге мысал айтайық, астағфирулла, болады ғой. Сен жассың, енді өсіп келе жатқан кезінде сен әкең өлді. Сен үйдің үлкенісің. Енді сен еркелуге болды, тоқтатасың. Мен ғой болдың ғой. Енді не істейсің сен? Сен сол үйді сүйрейсің. Інілеріңді адам қыласың. Қарындастарыңа қарайласасың. Анау жалғызсыраған шешеңе демеу боласың. Кәдімгідей бетіңе маска киіледі. Оны сен қаламайсың. Егер сен сол күйі бала болсаң, сен сол жерде күйрейсің. Ал сен ол жердегі басыңа киген нәрсені сен бәрін жиналасың, сөйтіп қолға аласың. Егер сен сол бетіңе киілген масканы мойындамасаң, соған қарай өзгермесең, сен сонда өтірікші боласың. Керісінше да, мысал айтайық, сіз мұғалім болдыңыз, студентсіз. Оқып жүрдіңіз да бір күні сіз мұғалім болып алдыңызға балалар, шәкірттер отырды. Енді сен студент емессің, студенттігіңді есіктің артына тастап кет. Сен енді ұстазсың. Ұстаз қандай болу керек? Ұстаз үлгі болу керек. Ойыншығыңды, мінезіңді, шошаңдағаныңды тастайсың. Сөйтесің да өзгересің. Сен оны қалайсың, қаламайсың бәрібір. Мысалы айтайық, сіз Құран жаттап жүрсіз, бір күні қари болдыңыз. Немесе сіз бір спортқа барып жүрсіз, чемпион болдыңыз. Маска киесің ғой, киесің. Чемпион болғанға дейін сен бала едің ғой, чемпион болғаннан кейін соған лайықты болуыңа тура келеді. Халық сенен соны күтеді. Дәл сол сияқты ғой, сіз намазхан болдыңыз. Намазхан болғаннан кейін соған лайықты болуыңыз керек болады. Сізден сұрайды ғой адамдар. Өзіңіз көшеде көрмейсіз ба? Намазхан адам ондай емес, сен намазхан деп ойласам деп сұрайды ғой сізден. Өйткені неге? Сіз Аллаға деген
сеніміңіздің себебінен, бір қандай да себептің себебінен осы бір баспалдаққа көтерілдіңіз ба, енді сол баспалдақ шыныменен, мысалы, сен оны қаласаң да, қаламасаң да, Құдай саған соны алып келсе де, оны қалап іздеп отырсаң да, сол бетіңе киген маскаға енді лайықты болу керексің. Мен қанша адамдар білем, олар қанша айтып жүр. Мысалы айтайық, бір адам молда, бір жерге әжептәуір имам, бірақ анау баяғы нәрсесін ұмытқысы келмейді. Мына жердегісінде қимайды. Мен о кісіге кеңес берем, сен екеуінің біреуіне қарай шық. Қайсысы маңызды? Егер сенің қалаған нәрсеңменен мына ұстанып тұрған ұстанымың екеуі бір-біріне шынымен қарама-қарсы болса, сен екеуін қосып қаша қылма. Сен анау да бола алмайсың, екеуі де, мынау да бола алмайсың, екеуінің ортасы болып, екеуін де құртасың. Құдай тағала сені бір қандайда бір жерге жіберсе, бір баспалдаққа көтерсе, соны ойлан. Бұл баспалдақ маған керек ба? Мені дамыта ма? Мені Алламенен байланыстыра ма? Менің мақсатыма, арманыма қаншалықты жақын? Сол мақсат, сол нәрсе сіздің өміріңізге шешім қабылдатады. Ал шешім қабылдағаннан кейін арқаға қайтудың қажеті жоқ. Мен көп адамдардан сол үшін айтып жатырмын. Бір адамдар намаз оқымай жүріп бөлек болады. Кейін намаз оқығаннан кейін өзгереді ғой десеңіз, сол күйінде қалады. Аузынан ақ ит кіреді, көк ит шығады. Сол күйі қалады. Сол күйі баяғыдағы ышпана, намаз оқыса да ышпана күйінде қалады. Не болды ол? Сен бір жағына қарай шықсай, мен қанша адамдарды білем, хижаб киеді. Сөйтеді де боянады. Түсінбей қаласың ғой сосын. Хижаб не, бояу не? Өзің хадисті оқып жүрсің. Егер бір әйел кісі әтір сеуіп, үстіне әтір сеуіп, сол әтірінің иісін аңқытып, көшеге шығатын болса, сол әтірін иіскеген еркектің барлығының күнәсі ана тамсанып иіскейді ғой. Күнәсіне әйел де ортақ. Оған рұқсат берген еркек, күйеуі болсын, ағасы болсын, інісі болсын, ортақ болады. Дәйіс деп атайды оны пайғамбарымыз. Дәйіс адам жәннатқа кірмейді. Жәннат түгіл, жәннаттың иісін иіскемейді. Әйел бұзылса, қоғам бұзылады деген содан. Неге айта бересіңдер емес? Сен таңда, хижабты таңдадың ба, соған лайықты бол. Анау әтіріңді сеуіп боянуыңды жина. Сен имам болдың ба, имамға сай өмір сүр. Мен білем, кейбір адамдар бір ауылды жерде өзінің білімі сай емес па, бір жерге имам болады кейде, Құдай сақтасын. Сөйтеді де өзіне лайықсыз өмір сүреді. Баяғы көшенің баласы сияқты өмір сүреді. Сен намаз оқымадың ба? Я, сен қателікте жүрсің. Мен оны ақтамаймын. Намаз оқымаған адам рұқсат беріледі арақ ішуіне. Намаз оқымаған адам күнә жасауына рұқсат беріледі деген рұқсат жоқ. Біздің дініміз, анау діндар адамдар, дінсіз адамдар деп бөлінбейді. Бізде мұсылмансың ба, соның бәрін орындауың міндетсің. Ол рас нәрсе. Бірақ мен айтатын бөлек дүние. Егер сені Алла тағала бір баспалдаққа көтерсе, бір белгілі бір жағдайды нәсіп етсе, мысалы айтақ, сен мұғалім болып қалдың. Сен бір жерге жұмысыңның қадірменен бір нәрсеге жеттің да, бір погон тақтың, мысалы, бір генерал болдың дейік. Мысалы айтып жатырмын ғой, мысалы, бір шен тақып қойдың. Соныңа лайықты бол, сол шен тақтың ба, шеніңе лайықты жүр. Лайықты деген сөз тәкаппарлық емес. Сол шен, сол дәреже, сол міндет сенен не талап етеді, жұрт сенен не күтеді, соған лайықты бол. Егер сен соған лайықты болмасаң, сен бетіңе қанша маска кисең де халық көріп қояды. Өйткені мысалы қанша адамдар, мен білем, кейбіреулер ұстаздық қылады. Бірақ ана өзінің ұстаздығын бетіне ана тәкаппарлық деген маска жабу арқылы көтергісі келеді, абыройын. Ұстаздықтың абыройын тәкаппарлық деген маска көтермейді.
Сен анау бір жерге бастық болған кезінде адаммен амандаспай қойғаның көтермейді сені. Қандай адам құрметке лайықты болады? Өзіңіз жауабын айтасыз, оны ұзаққа кетпей қойыңыз, өзіңізге жай ғана сұрақ қойсаңызшы. Мен бастық болдым, қызметке отырдым. Енді мен құрмет қылу үшін не істеуім керек? Егер өзің жағыңнан сұрақ қоя алмасаң, теріс қарай сұрақ қой. Бір адам бастық болды, көтерілді. Енді мен ол адамды сыйлауым үшін, мынау кісі бастық болды, осыған лайықты деп сыйлауым үшін ол адамда қандай қасиет болу керек? Ол адам қандай болу керек? Ұмытып қалсаң жаз. Ондай болу керек, мұндай болу керек. Міне, сол жазылған тізім сен істеуің керек тізім. Дәл солай керісінше сұрақ қой. Мен бүгін әке атандым. Енді теріс қарай шықты, айт, мына менің досым әке болды. Әке болғаннан кейін ол әке деген сөзге лайықты болу үшін кім болу керек? Қандай болу керек? Жаз. Ол былай болу керек, былай болу керек, былай болу керек, былай болу керек. Сенен соны күтеді, сен ол жасырын сөз емес, жұрттың бәрінде тұр ол нәрсе. Оған білім керек жоқ үлкен. Сол нәрсе сіздің тізіміңіз орындау керек болған. Ал егер соны сіз істемесеңіз, маска өтірік болады. Сен өтірік әке қай уақытта боласың? Сен әке деген атаққа лайықсыз болсаң, ана деген атаққа лайықсыз болсаң, Құран жаттадың қари деген атаққа лайықсыз болсаң, сен сол бетіңе киген маскаң шынымен өтірік маска болады. Шыныменен өтірік болады. Мен сондай адамдарды білем. Пәленше деп айтпай-ақ қояйын. Мысалы, діндар адам, қызметтегі адам әйелін сабаған кезде анау бір дұшпанын сабап жатыр деп ойлайсың. Сұрайсың ғой сосын. Не болды саған дейсің? Өзімді ұстай алмай қалдым дейді. Дәрігерге көрінсе, ұстай алмай қалсаң, сенде ақау бар ғой. Ол сенің жан жарың ғой, балаларың туып, мұңдасың ғой. Сені үйінде күтіп отыр ғой махаббатпен. Оны келіп ар жақтағы нәрсесін мынаған көрсеткеніне күшің қатынға жетті ма? Жүр онда міне қашық көрейік сенің күшіңді. Жоқ, енді менің ойым ол емес. Ол емес, сен ісіңмен айтып қойдың ғой. Ол емес болса, жаз. Өзіңе сұрақ қой. Реттесей өміріңді. Саған мынау қазіргі мінген баспалдағың керек емес болса, түс бұл баспалдақтан. Кетсей бұл жерде. Өзіңнің қалаған жағыңа жүр. Сені зорлап ешкім бұл жерге алып келмеді. Сол үшін айтам, құрметті бауырлар, адамның өмірде киетін маскасы көп. Бірақ сол маска біздің тілде жаман атқа лайықты болған. Мен оны жаман мағынада айтпаймын. Оны екіге бөлгім келеді. Маска ол сіздің міндетіңіз дейікші. Сол міндетіңіз жақсы ма, жаман ба? Оны шешу оңай. Ол сіз үшін керек па, керек емес па? Сол жерде ғой шешімі. Сол қызмет, сол бетіңе киген маска керек па? Сен әке болғың келе ма? Сен бауыр болғың келе ма? Сен молдасың ба? Сен қарисың ба? Сен саудагерсің ба? Сен генералсың ба? Сен қандай мамандық? Сен дәрігерсің ба? Сен мұғалімсің ба? Мойныңа Құдайдың бұйыртқан ісі келді ма? Жай ғана сұрақ қой. Маған керек па бұл? Керек па? Керек емес болса тоқтат оны. Өтірік маска киме. Өзіңді де алдама деген сол осы нәрсе. Өмірдің бақытын көргің келе ма, өзіңді алдама. Өзіңді өтірік айтпа, маска кимей-ақ қой оны. Ал шын Құдайдың бергені, ол неше түрлі маскалар. Ол өмірге әсері бар. Оның әсерін сөз соңында айтам. Айтқым келгені бірінші орында нағыз өтірік маска деген сөз өзі қаламаған және сен оған лайықсыз іс істеп жүрген нәрсе сол өтірік маска аталады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Сондықтан бауырлар, оқушы талабалар, сен Құран жаттап жүрсің. Әлі де кеш емес, ойлан. Ертең арқаға жүре алмай қалуың мүмкін. Құранды бітіресің, сені жұрт қари дейді.
сені әке шешең қари дейді, достарың қари дейді. Енді сен сол болмай тұрып сұрақ қойып ал, теріс қарай. Мынау пәленше қари. Ол қари деген атаққа лайықты болу үшін қандай болу керек? Жаз, ол біреудікін біреуіне ұқсамайтын шығар, ұқсамай-ақ қойсын. Ол әркім өзінің өміріне жауап береді. Бір келкі бәріне аталған заңда жоқ. Бірақ бәріміздің жауабымыз ұқсайды негізі. Сол тізім сенің алға қарай жүруің керек болған тізім. Сен сондай болып өзгеруің керек қазірден. Міне болашаққа деген жұмыс. Сіз студентсіз, ертең дәрігер боласыз, ертең мұғалім боласыз. Онда өзіңе сұрақ қой. Мұғалім деген қандай болу керек? Дәрігер деген қандай болу керек? Сол атаққа лайықты болу үшін. Екінші нәрсе, осы масканың өмірге әсері. Рас, біз бетімізге киген түрлі қызметтеріміз, түрлі баспалдақтарымыз, дәрежелеріміз, жағдайларымыз өзімізді тануға әсер етеді. Рас, ұмыттырып жібереді да, менің кім екенімді ұмыттырып жібереді дейді. Пендеміз ғой. Оны бүйтіп-ақ жинап айтайыншы. Имам Ғаззали айтады, Алла менен сенің араңдағы байланысты мынандай бірнеше нәрсе бұзады дейді. Бірінші бұзатын нәрсе фанаттық дейді. Құдайға деген сенім адамны Құдайдан алыстатады екен. Біз керісінше ойлаймыз ғой, бір адам Құдайға фанаттық түрде сенсе, ол шынымен-ақ Құдайға жақын адам дейді. Өте қате пікір. Сіз фанаттық сезімменен Құдайға жақын болмайсыз, Құдайдан ұзақ боласыз. Мысал айтайын. Адамның махаббатын сондай екен да. Бір кісі мысалында жазады. Бір адам Құдайды жақсы көргеннен, Алланы жақсы көрген ғой, пайғамбарды жақсы көреді. Соны жақсы көргеннен бүкіл сол Құдайды жақсы көргеннің бәрін жақсы көре бастапты. Жақсы ғой махаббат, яғни кім Алланы жақсы көреді? Менің досым деді. Ол да жақсы көреді. Бірақ ол ары қарай фанаттық сезімге беріліп кеткеннен, қызғанышынан мен Құдайды жақсы көрем дегеннен дейді. Енді ол кітапта адамның ақмақтығын айтып жатыр ғой. Кім Алла Құдай десе соны өлтірген екен. Қызғаныштан өлтірген ғой. Сен емес, оны айтуға лайықсызсың сен. Мен ғана лайықтымын деп. Махаббаттың фанаттыққа айналып кеткендігі ғой. Кетіп қалғанда ары қарай өтіп. Бұл мен өте сұмдық бір мысал айтып жатырмын, бірақ соған ұқсайтын мысал, адам мысал айтып бір мазхаб ұстанады. Бір ұстаздың уағызын тыңдайды, біреудің артынан жүреді да, фанаттық сезімі сонша өзгенің бәрін қате қылады ғой. Менікі дұрыс, қалған бәрі дозақта керек болса ше. Міне сен соны айтқан күні өзің ұштың. Сен содан бастап сен Құдайдан ұзақтадың. Қашан сен фанаттық сезімге берілдің, сен Құдайдан ұзақтадың. Сені Құдайдан тосатын нәрсе фанаттық сезім. Екінші нүкте дүние, мал дүние расында да Құдайдан тосады. Себебі уақытыңызды, күшіңізді алады. Сол үшін не істейміз? Құдайдан дүние сұрасаңыз, Аллахым менің қолыма бер деңіз. Маған бер демеңіз, менің қолыма бер деңіз. Дүниені сіздің қолыңызға берсін, жүрегіңізге бермесін. Сенің жүрегіңе қашан дүние кіреді, оны қаяқтан білесің, айтайын ба? Сен қашан намазда уақытыңды дүниеге қарай жүріп, намазға уақытыңды қысқартасың, содан бастап сенің Құдайдан ұзақтағаның білінеді. Сенің жүрегіңде дүниенің орны жоғарырақ болады, Құдайдан гөрі. Дүние іздеме демеймін, онсыз ешкім болмайды. Бәріне дүние керек. Бірақ дүниені Құдай қолыңызға берсін. Алланың ісі деген кезінде басқа еш нәрсе ортада тұрмау керек қой, түсінесіз ба? Дүние, анау, мынау тоқтат. Өйткені оның бәрін беретін кім? Алла. Сол үшін үлкен ғалымдар айтқан, сен намаздың, жай намаздың сыртында іздеп асығып жүргенің сол жай намаздың үстінде шешілетін
алдында соны шешілетін нәрсе қойды. Өйткені сол жай намаздың жайып басыңды иетін ұлы заттың қолында ғой сенің іздеп жүрген нәрсе. Ол дүние ма, мансап па, атақ па, денсаулық па, не іздеп жүрсің? Соның бәрі негізі сол жай намаздың үстінде. Сіздің Алламенен байланысыңызды құртатын нәрсе нәпсі, прихоть деп айтамыз. Прихоть, қалаулар. Бұл психологиядағы түсінікпенен айырмасы болу керек. Психологияда не қалайсың соны істе деген нәрсе дұрыс деп ойламаңыз. Психология оны айтпайды. Психология саған не нәрсе пайдалы соны істе дейді. Не нәрсе қалайсың соны істе емес. Не нәрсе пайдалы, не нәрсе сені дамытады, не нәрсе сені Құдайға жақындатады, соны таңда дейді. Сондықтан кейбіреулер психологияны дұрыс түсінбейді, сөйтіп қаралайды. Ол сіздің қателігіңіз, ол ғылымның, білімнің қателігі емес. Айтқым келген нәрсе, адам нәпсісін тәртіпке келтірмей, Алламенен байланысын реттемейді. Алламенен байланысыңды реттегің келе ма, ана нәпсіңді тый, ұста. Сонымен айналыс. Сен өмір бақи айналысасың, бірақ ол бітпейді. Ол бітпейді, ешқашан бітпейді. Қорытып айтатыным, құрметті бауырлар, адам бұл өмірде басына түскен түрлі қызметтер, түрлі бетіне кию керек болған маскелер бар. Ол маскелер сіздің Құдай менен Аллада арасындағы байланысты үзбес үшін оны дұрыс қолданыңыз. Дұрыс қолданудың әдісі сонда, фанаттық түрде кіріп кетпеңіз. Барлық нәрсенің өзінің құны бар, барлық нәрсенің өзінің орны бар. Оны масканы шешетін уақытта да біліңіз, масканы киетін уақытта да біліңіз, масканың шекарасында біліңіз. Ол ұят емес маска кию. Мысалы, бір жерге жұмысқа кіргенде, ұстаздық қылған кезінде күлкіңізді тыйып, кішкентай, мысалы, сабақ беріп атқанда балдар күлдіріп жатса да, жігіттер, класстан шыққасын күлейік. Қазір біз сабағымызды реттеп алайық деп, өзіңізді жинап, кішкентай, ана масканы бетіңізге, ұстаздық деген масканы кимесеңіз, ұстаздығыңыз жүрмейді ана жерде. Сіздің жасыңызға қарай да киетін маскаңыз бар. Орныңызға қарай да киетін маскаңыз бар. Бұл жаман емес. Қай уақытта жаман болады? Сіз соған лайықсыз болсаңыз, лайықсыз іс істесеңіз, соны бір мойныңыздағы міндетті басқа нәрсеменен жабуды көздесеңіз, сол өтірік маска болады. Сондықтан айтатыным, құрметті бауырлар, алдыңыздағы тұрған проблеманы шешуді, мысал айтайық, сіз басыңызға бір ауыр іс түсті. Сол түскен істі қолыңызды салбыратып көзіңізді жұму арқылы шешпеңіз. Ол өтірік маска болады. Оны қалай қылып шешеміз? Сол басыңызға түскен істі шынайы Құдайдан деп мойындап, екіншіден бұның себебін іздеп, сол себепті өзіңіз шешсеңіз, өзіңіз болмаса біреудің кеңесін тартып ортаға, содан кейін барып, сол қимыл арқылы шешесіз. Яғни, барлық нәрсеге мынандай сұрақ қойыңыз. Менің алдымдағы проблема, оған мен қазір, осы қазір, ең кемі қандай қадам жасай аламын шешу үшін? Ең кішкентай қадамды айтыңыз. Сонда сіз әшейін тұрмайсыз да, проблемаға кішкентай болса да, соны шешуіне алға қарай қадам жасайсыз. Ол проблема бір күні шешіледі. Тұрақты еш нәрсе жоқ. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала анық айтып қойған. Ма индакум янфад, ва ма индаллахи не? Бақ. Сендердің құзырыңдағы нәрсе таусылады дейді. Барлық нәрсе таусылады. Қуанышыңда таусылады, қайғыңда таусылады, дүниеңде таусылады, өміріңде таусылады, бала-шағаңда таусылады, атағыңда таусылады, мансабыңда таусылады, бәрі таусылады. Ма индакум янфад. Сенің құзырыңда не бар? Бәрі таусылады. Ва ма индаллахи, ал Алланың құзырында бақ. Ол мәңгі бақи. Сондықтан егер бір нәрсені алып қалғың келсе, Құдайдың алдына таста. Сол үшін пайғамбарымыз айтады. Бір күні анау құрбандық шалып жатыр екен, құрбандық келе жатыр ғой. Құрбандық шалып жатыр екен. Шалып болғаннан кейін қызына айтады ғой, мынаны апарып таста, ананы апарып таста деп, бәрін апарып тастағаннан кейін қыз айтыпты. Әкетай, бізде мына бір жілік қалды деген екен да. Сөйтсе,
пайғамбарымыз басын шайқапты, ол бізге қалған жоқ депті. Мына жұртқа бергеніміз бізге қалды депті да. Мына нәрсе біздің мойнымызда ілініп тұр деген екен. Сен Құдайдың жолына берген сайын сояққа қарай өткізіп қойып жатсың ғой. Ал Құдайдың құзырындағы нәрсе мәңгі бақи, түсінесің ба? Ол нәрсе өшпейді. Ал өзіңнің осы дүниеде қойныңа тығып атқан нәрсең, одан бәрібір құтыласың, бәрібір айырыласың. Қорытып айтатыным, бауырлар, бұл өмір сан түрлі қызметтерден, сан түрлі міндеттерден тұрады. Барлық міндет, барлық қызмет, алдыңыздағы баспалдақтар сіз үшін керек па, керек емес па, соны шешіп алыңыз. Ниетсіз еш нәрсе бітпейді. Сізге керек па, онда екінші қойған сұрағыңыз, біріншісі бұл маған керек па деп сұрақ қойыңыз. Екіншісі ол керек болатын болса сізге, онда екінші сұрақ қойыңыз өзіңізге. Мен соған лайықты болу үшін не істеуім керек? Егер ол сұраққа мен деген жағынан жауап беру қиын болса, сол адам деп сырттата салыңыз. Яғни, мынандай қызметтегі адам осы қызметке лайықты болу үшін қандай қасиеттерден, қандай істерден құралуы керек десеңіз, өзіңізге жоспар пайда болады. Сол жоспарды жасасаңыз, Алла тағала берекесін береді. Өйткені Құран-ы Кәрімде Алла тағала айтқан: "Қул иъмалу фасайараллаху амалакум ва расулуху вал муъминун." Біліңіздер, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, айт дейді, "Қул иъмалу", жасаңдар, амал жаса. Барлық нәрсеге амал жаса. Фасайараллаху амалакум. Сендердің амалдарыңды кім көреді? Алла көреді. Ва расулуху, және оның пайғамбары көреді. Вал муъминун, және оның пайғамбардың үмбеттері, мұъминдердің бәрі көреді. Сондықтан сен амал жасасаң, Алла тағала берекесін беріп, ол ісіңе риуаж дейді ғой, ол ісіңе береке беріп дамытады екен. Алла тағала күндеріңізді сәтті қылсын, өмірлеріңізді мәнді де тәтті қылсын. Алға қойған мақсаттарыңнан таймаңыз. Сол мақсатыңыз керек па, керек емес па, қайта-қайта ниетіңді жаңартып тұрыңыз. Және де сауда саламат болыңыз. Иншалла, сіздер үшін дұғадамыз. Медресеге көп-көп дұға қыламын. Және де біліңіздер, Алла сізге берген әрбір уақыт аманат. Сол аманатты қиянат қылмастан әсем қылып өткізуді қалай қылып өткізсем екен деп сұрақ сізді мазаласа, өміріңіз пайдалы болмақ. Рахмет тыңдағандарыңызға. Ассаламу алейкум.